Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге мен Ерекше. Иә достар, бүгін біз өте кереметтей видео түсіретін боламыз достар. Қандай десеңіздер, бүгін біз біздің региондағы ең мықты гильдияларды көрсететін боламыз достар. Сіздер смело лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер достар. Сендерден лайк, подписка, ал менен кереметтей видеолар шығатын болады достар. Ендеше біз видеомызды көпке созбай бастай берейік достар. Go. Достар, бізде 5-ші орында әрине бұл Battleground деген гильдия. Бұның лидері Ферекс. Бұл да тек грандмастерлерді ғана қабылдайды. Міне осындай ғана грандмастерлерді қабылдайды достар. Және де бір қызығы, осы гильдияның лидері регион бойынша бірінші орында достар. Базар жоқ достар. Және де біз оны көрейік, скоро бітеді. Соң қаншаға дейін жететінін көрейік достар. Қаншасыншы, неге дейін, медаль деппін ғой, ойыны қаншаға дейін жетеді екен. Енді 4-ші орынды талқылап тастайық. Бұл жерде Daniels Team. Достар, Daniels Team'нің лидері негізі Daniels болатын. Ол просто гильдиясына шығып, YouTube'ды тастап кетті достар. Өкінішті достар. Бұлар өте керемет ойнайды достар, бұның гильдиясы. Тек қана топ-1 алды. Тек қана емес енді. Финалдарда топ-1-ді көбінесе осы Daniels Team осы алды. Гильдиясы алды достар. Бұлар өте керемет ойнайды, жамандай алмаймын. Өте керемет ойнайды достар. Сендер сенбесеңіздер, өздеріңіздерде көріңіздер, өте керемет ойнайды достар. Және де біз 3-ші номерге кеттік. Бұл Троя деген гильдия. Бұның лидері Kainfor 3. Достар, бұл гильдияда өте керемет достар. Мықты гильдия. Жамандай алмаймын. Менің ойымша Россия бойынша 3-ші орында достар. Қараңыздар, очкосы өте көп. Және де мынау финалдағы ойнап жатқан ойны достар өте керемет. Және де бұл жерде қараңыздар, психтар, Казгеймер де бар. Қараңыздар. Осылар өліп жатыр достар. Еспорт гильдиясын аямай айырып жатқан жері достар. Өте керемет ойнайды деуге де болады достар. Қараңыздар, осы видеосын қараңыздар, топ-1 алғандар. Готовы? Достар, достар. Топ-2 керемет. Және де біз 2-ші орынға гильдия кетсек, была бұл создана недавно. Лидером Және гильдии де является достар, такой бұл сильный гильдия игрок и Трэшердің очень классный ютубер, гильдиясы как өте Трэшер. мықты ойнайды. Трэшер сам хорошо играет Бұны и решил 2-ші орынға создать қойдым гильдию, мен. в которой будут самые сильные игроки. Как я Трэшер знаю, чтобы өте вступить мықты. в Бұл гильдию гильдия Wing, жақында ғана нужно ашылды. Сонда да иметь УС в отряде өзі выше 7. өте Гильдия керемет только недавно была табылады создана, достар. но Бұл уже сейчас гильдия она была самая себебі сильная и бұл одна из самых популярных. гильдияны Также, жақында ребята, ғана ашты. скоро будет битва уже гильдий. дамып Как вы кеткен думаете, гильдия какая болады. гильдия победит? Напишите свое мнение в комментариях. Мне будет очень интересно их почитать. Трэшердің дәл өзі ашты осы гильдияны. Трэшер өте керемет болып ашты. Мықты грандмастер, мастердегі адамдар финал алып. Осы гильдияның любойын өте керемет ойнайды Трэшер. Өзі де гильдиясының адамдарды. Біз бұны ешқандай да жамандай алмаймыз, себебі біз оны жақсы көреміз, кейбіреулері қатты фанаттар болады, қатты жақсы көретіндер де болады. Олар қазір жаман комментария жазуы мүмкін, онша ойнамайды. Бірақ ондай емес, өте керемет ойнайды. Бұған күмәнім жоқ менің, сіздердің де жоқ деп ойлаймын достар. Сол үшін лайк басып каналға тіркеліңдер, өте керемет ойнайды десеңіздер әрине. Менің өзім өте керемет ойнайды деп
ойлаймын достармен бұрын тұрысы Россия бойынша ең күшті деп ойлаймын, бірақ олай емес екен достар. Baby watching my moves, I'll be moving it up a notch. Gunning for the top, ain't no way I'ma go back down. Act now, time is running, ain't no turning back now. Оған жақында қалып достар, көп ойындамаңыздар. Егер асыға түсіп тұрсаңыздар, қазірден лайк басып камераға тіркелесіңіздер. Уақыттарыңыздар бекітеді. For the top, ain't no way I'ma go back down. Guess I made it to the top now. I got a lot of people wishing I would trip and fall down, but when you gon' realize it's not gonna happen, cause I will stay in position. You can bring all your weapons, but you can't bring me down. I'm a warrior, son. Ну а сейчас мы переходим к первому месту. Ребят, эта гильдия просто заслуживает первое место. И знаете, кто это? Конечно же, это сборная ЧЕР. Да-да, ребят, я считаю, что эта гильдия просто достойна быть сильнейшей и называться, так как игроки данной гильдии участвовали на мировом турнире по Free Fire и держались все время на первом месте. Но совсем немножко им не повезло, и они не смогли выиграть первое место, но заняли заслуженное второе место, что очень и очень хорошо для нашего региона. Ребят, лидером гильдии является такой игрок под ником Хищник. Хочу сразу же выделить из гильдии Чеченской Республики 4 игроков, которые топово отыграли, а именно Мерса, Кадырова, Зармара и Покорителя. Спасибо им огромное за такую игру. Также желаю всем гильдиям победы на битве гильдий и процветания. Также будем надеяться, что они хорошо отыграют на битве гильдий. Ну, ребят, а это была вторая часть самых сильных гильдий. Если тебе интересно увидеть самые скилловые гильдии, то на экране нажимай на видео. Также напишите в комментариях название своей гильдии, в которой ты состоишь, и таким образом она станет немножко популярнее. И еще ставьте лайк и подписывайтесь на канал Табуретыча. А как считаешь ты, какая гильдия самая сильная в нашей игре? Напиши в комментариях. Ну все, ребята, вот и подходит это видео к концу. Всем спасибо за просмотр, с вами была Яновская. У меня тоже есть YouTube-канал, ссылочка на него будет в описании, не забудь подписаться. Всем спасибо, всем до скорых встреч, всем пока-пока. Кстати, играй сидя на табурете.